Чавиндиуантар ежелгі әлемнің жұмбақ ғибадатханасы. Бұл Перудің тауларында орналасқан, шамамен 3000 жыл бұрын салынған ең көне ғибадатханалардың бірі. Бірақ бұл жер тек құрылыс қана емес, бүкіл өркениеттің тылсым орталығы болған. Қызықты деректер. Чавин ғибадатханасы жер асты туннелдері мен залдары арқылы танымал. Бұл жүйе әлі толық зерттелмеген. Ғимараттың кейбір бөліктері акустикалық түрде жобаланған. Дыбыстар туннелдер арқылы күшейіп, ерекше әсер береді. Мұнда лансон деп аталатын үлкен тас мүсін бар. Бұл мүсіннің құпия мәні әлі күнге дейін белгісіз. Жұмбақ теориялар. Зерттеушілер Чавиндиуантарды діни ғибадат орны деп санайды. Бұл жерде адамдар құдайларға табыну үшін келген болуы мүмкін. Басқа теория бойынша бұл жер жергілікті тайпалар арасындағы сауда мен мәдениет орталығы болған. Аңыздарда ғибадатхана құдайлардың күші сақталған жер ретінде айтылады. Тылсым құпиялар. Чавиндегі кейбір артефактілер адам мен жануардың бейнесін біріктірген. Бұл ерекше мүсіндер нені білдіреді? Жер асты туннелдері не үшін салынған? Кейбіреулер бұл тылсым күштердің әсері деп санайды. Сіз қалай ойлайсыз, Чавиндиуантардың құпиясы қандай? Құпияның тереңіне бойлау үшін лайк басып, арнаға жазылыңыз.